Бұл бамиян араласқан картошка с бамияном деген тамақ. Рецептін айтып берсең? Бірінші майды қыздырамыз. Сосын Олай жесін ау? пиязды саламыз да. Кішкене қуырып алып үстіне картошкасын саламыз. Қуырамыз. Қазір бамиянды жуып, сосын тағы саламыз. Бамиянның басын осылай алып тастаймыз. Бұл бамиян жайлы түсіндіріп жіберсейші адамдарға. Бамиян деген өте пайдалы көкөніс деп айтайық, Көкөніске жатады ғой. Көкөніске жатады. Жүрек қан тамыр ауруларына ем болады. Бұл Түркия елінен және Россияда да өсіріледі. Өте дәмді болады жалпы. Алып тастаған соң басын осылай алып тастаймыз да, мынандай өсетін жерінен. Сосын оны саламыз. Үлкендердің ортасынан бөліп саламыз осындай етіп. Картошканың үстіне салып, жақсылап бір араластырып қуырамыз. Сосын помидор саламыз балалар. Жалпы үстінен енді помидор саламыз. Тоқтап қоямыз. Неше минут? 20 минут. 20 минут, 25 минут тоқтап қоямыз. Оны тамағымыз дайын. Помидор Енді помидорны салып жатырмыз қазір. Салып жатырмыз, турап жатырмыз. Жалпы салуға дайындық. Біздің ең алғашқы бірге түсіріп жатқан видеомыз. Осындай видео көп болсын десеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Помидорды көбірек салсақ, көбірек суы шығып, дәмі шығып күшті болады. Сосын үлкен жеуінен екеуі салып жатырмыз. Жалпы помидорды көбірек салған дұрыс. Дәмі тәтті болады. Енді түсіріп жатсың ба? Жоқ қой. Жаңа мен айтқан түсті ма? Енді кішкене әңгімеде тұрайық. Помидор турап болғанша. Жалпы бұл тағам негізі совет берем, істеп көріңіздер, өте тәтті. Арнайы заказ беріп жатырмын. Бамиянды сол үшін жаңа сатып алып келдім. Ой, 2-3 күнге дейін қойып тұрады. Жалпы 2-3 күннен бері осы бамиянды өзім арнайы заказбен үйде істеп жеп жүрмін. Өте дәмі ұнайды өзіме. Өте дәмді. Нұрмұхаммед десін. Мына жақта Нұрмұхаммед ойнап жүр. Не істеп жүрген білмейді өзі. Енді түсіріп жатсың ба? Помидорны саламыз. Помидорды ең соңынан салып, жақсылап араластырамыз, Араластырамыз да бұның тұзын саламыз. Тұзын 2 қасықпен осындай. Қойдым, Енді 2-2,5 қасықтай осылай дәміне қарай салып, 5-10 минуттай шыққанда помидормен, маймен қуырып аламыз да, көшет жасаймыз. Сосын тағы 10 минуттан кейін кішкене су құйып, 20 минут қоямыз да, сонымен болады. Так, осылай жауып қойғаннан кейін 10 минуттан кейін үстінен су құямыз, Примерно 1 стакан. 1 стакан. Оғанда 300 миллиграмм су саламыз. Енді 10 минуттай уақыт өтті. Орташа отта тұрды біраз 10 минут. Енді үстіне 300 миллилитр суымызды құямыз. Сонымен тағы бір 20 минут тұрса, жарты сағат өкше тұрады екен ғой. Фильтр жауып 20 минутқа қойып қоямыз. Сонымен дайын болады.